Соңғы уақыттарда валюта нарығында біраз өзгерістер болып жатыр. Енді өткен 2024 жыл біздің теңгеміз үшін құнсыздану жылы болды деп айтуға болады. 20%-ға жуық құнсызданып кетті. Былай қарасақ, жылдың басында бір 10% кетті. Бірінші тоқсаны біткеннен кейін жазды солай қарсы алдық. Және де одан кейін интервенция болса да, ұлттық банк осы валюта нарығын тұрақтандырып тұру үшін ұлттық қор аударымдарын алып, ұлттық қор ақшасына Қазатомпромның акцияларын да сатып алды. Сондай жағдайларда орын алды. Бірақ соның барлығына қарамай, бәрібір теңгеміз жылдың аяғында тағы құнсызданды. Енді оған негізгі себеп болған жағдай Ресейдегі рубльдің қатты құнсызданып кеткені әсер етті деуге болады. Сол шешуші фактор ретінде ойнап кетті. Ал жылдың басында ұлттық қор аударымдарын біз өте көп аударыптық. Бірінші тоқсанда 70%-на дейін аударып жібергенбіз. Оның енді негізгі себебі сол кезде топан су болды. Сол қарғын суды реттеу бойынша да тез аударуға тура келді деп ойлаймын. Сондықтан да болса керек, алғашқы уақыттарда өте көп аударымдар болған. Тіпті айына 800 миллион доллардан аударылып отырған. Бұл әрине валюта нарығына ықпал болды. Сол кезде теңгеміз 440 теңгеге дейін тіпті құнын арттырған болатын. Кейін жаз мезгілінен бері қарай қарайтын болсақ, сол аударымдар, ұлттық қор аударымдары 2 есеге дейін төмендеп кеткен, 400 миллион долларға дейін ай сайынғы аударымдар. Тиісінше сол теңгемізге күш беріп тұрған қосымша ақша болмай қалды. Нәтижесінде Қазатомпромның акцияларын сатып аламыз деді, оған 250 миллион доллардан ай сайын тағы тұрақты аударып тұрамыз деді. Бірақ ол да жеткіліксіз болды деп айтуға болады. Өйткені егер де интервенция бойынша статистикаға қарасақ, тамыз айынан бастап ұлттық банк ай сайын интервенцияға ақша жұмсаған. Мінекей осы үдерістердің өзі валюта нарығын реттеуге, теңгеге күш беріп тұру үшін әрекеттерін жасалған көрінеді. Ал енді біз жаңа жылды қалай қарсы алып отырмыз? Қарасақ, өткен жылда 20%-ға жуық, одан бері қарай қарасақ, теңгеміз құнсызданған. Бұның өзі былай айтқан кезде әлеуметтік сипаты да бар. Себебі біз импорттыққа тәуелді елміз. Өте көп тауарды шетелден алып келеміз. Бұл халқымыздың өмір сүру жағдайына, инфляцияның үдерісінің қарқынды болуына ықпалын тигізеді. Өйткені бізде көптеген кәсіпкерлер отандық өнім болса да, оның шикізатын немесе тасымалдау логистикасының қымбаттауына байланысты өнімдерін қымбаттатып жатқан жағдайлар бар. Осы үдерістер. Ал енді екінші жағын қарайтын болсақ, енді не болады? Қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Не себепте доллар қазір күшейіп жатыр деген сұрақтарға қарасақ, негізі теңгеміз тұрақты болу керек. Өйткені қазір салықтық кезеңдер. Осы бірінші квартал біткенше негізінде салықтық кезеңдер көктемге дейін жалғасуы керек. Былай айтқанда, көптеген корпорациялар өзінің салықтық есептемелерін жасайды. Долларлық табыстардың бәрін теңгеге ауыстырады. Осы кезде теңгеге күш келу керек, мысалға. Былай қарайтын болсақ. Бірақ қарасақ, нонсенс болып отыр әлемде. Ол енді Трамптың келуі ықпал етіп жатыр деп айтуға негіз бар. Бір мәселе, өйткені доллардың индексіне қарасақ, бұрын соңды болмаған көлемде күшейіп жатыр. Және долларға қатысты резервті валюталар бар. Олар да долларға қатысты құнын жоғалтып жатыр. Демек, дамушы мемлекеттердің валютасы туралы бұл жерде айтпай қоюға да болады деген сөз. Теңгемізге қазір қысым түсіп тұр деп айтуға негіз бар. Өйткені жаңағы британский фунт стерлингте қарасаңыз, швейцарский франкты да қарасаңыз, барлығы долларға қатысты өзінің құндарын жоғалтып жатыр. Демек, доллар алдағы уақытта да күшею ықтимал деген сөз. Енді федералды резервтер жүйесі бар, олар да доллардың кілт пайыздық мөлшерлемесін реттеп отырады. Олар осы жылға былтыр төмендетті, белгілі бір дәрежеде сәл ғана жаңа кілт пайыздық мөлшерлемесін. Осы жылы мақсатты түрде көбірек төмендету керек еді. Жоспары сондай болған. Бірақ олар ол төмендетуге асықпайтындығын жеткізді соңғы уақыттарда. Енді келер осы үстіміздегі жылы тағы төмендетеміз деп отыр, бірақ өте қатты емес. Демек, әлде де болса 4%-ның үстіндегі доллардың кілт пайыздық мөлшерлемесі сақталады. Ол әлде де қатаңдатылған ақша несие саясатын жалғастырады деген сөз. Ал ол үдеріс әрине доллардың күшті болуына, өзге мемлекеттердегі валюталардың долларға қатысты белгілі дәрежеде әлсіреуіне ықпал етеді деуге негіз бар. Бұл жағдайға егер қарайтын болсақ, геосаяси жағдайда Ресейдің рубль егер құнсызданып жатса, алдағы уақытта ол да бізге оңтайлы әсер етпейді.
өйткені бәрібір де Ресей рубліне қатысты бізде ұлттық банктың саясаты бар, бағамдалған саясат жүргізеді. Қанша дегенмен бұрынғыдай қатты тең дәрежеде құнсыздандыру, тең дәрежеде қуаттандыру саясаты жүрмесе де, бәрібір де белгілі дәрежеде ол ескеріледі. Ол бірінші мәселе. Екіншіден, біз көріп отырмыз, Трамптың өзін былай алдын ала болжай алу өте қиын саяси тұлға былай қараған кезде. Бірақ өткен жолғы президенттік уақытында Қытайға қатысты үлкен сауда соғысын жасағанын көрдік, және де қазір де күтіледі, алдағы уақытта сондай саясат жүреді деп айтылып жатыр. Егер олай жүретін болса, онда әрине Қытай экономикасы іскерлік белсенділігі ол жақта бәсеңдейді, өндіріс қысқарады, тиісінше әлемде мұнай көлеміне, мұнайға деген сұраныс азаяды. Қытай бізден тікелей мұнайдың бәрін сатып алмаса да, Сауд Арабиясының мұнайын алуды азайтсын мейлі. Оның барлығы әлемдегі жаңағы мұнайға деген сұраныстың төмендеуіне, тиісінше оның бағасын арзандауына алып келеді деп айтуға негіз бар. Демек, осы тұрғыдан келгенде, иә, біз мұнайлы ел болғандықтан мұнай бағасы түсіп жатса, егер күрт төмендеп кетсе, сөз жоқ, ол біздің теңгемізге ықпал етеді. Теңгеміздің әлсіреуіне деп айтуға негіз бар. Алдағы уақытта Трамптың өзінің сайлауалды бағдарламасына қарау керек. Не айтты, не уәде етті деген сияқты жағдайлар. Бұл енді саяси экономикамен байланысты дүниелер. Дей тұрғанмен біз бір үдерістерді көріп отырмыз. Өткен жылдарда Трамптың жүргізген саясаты әлемдегі ғаламдану саясатына қарсы саясат болды. Былай қарасақ, оғанға дейінгі бүкіл президенттер Американың ғаламданайық, жаһанданайық, біз Америка көш бастап келе жатырмыз, бәріне көмектесеміз, кедей мемлекеттерге де көмектесеміз деген ұранды көп айтатын. Ал Трамп ондай емес. Трамп бірден айтады, маған басқа әлем күйіп кетсе де, маған Американың мүддесі маңызды. Сол үшін де осы уақытқа Америка үшін жұмыс жасау керекпіз деп, тіпті көршісі елдердің өзіне қарасақ, Мексикамен арада қабырға соқты. Мысалға, Канаданың өзіне де қазір баж салықтарын көтеріп жатыр, себебі ол жаққа Қытайдың көптеген компаниялар барып, заводтар ашқанда, сөйтіп өздерінің өнімдерін Канада арқылы өткізіп жатқан соңғы жылдарда қарасақ. Демек, соның бәрін байқап отыр, ол таза Американың мүддесін ойлап жатыр. Демек, жаңағы бұрын ғаламдану деген идея көп болса, қазір жоқ, керісінше оқшаулану, өзінің экономикасын қорғау, протекционистік саясатты қолдану үдерістері көп болып жатыр. Енді әрине Америка сөйтіп жатса, онда әлем не істейді деген сұрақ. Осы тұрғыдан келгенде, иә, бұл үлкен сигнал. Айтқан кезде әлемдегі көптеген бизнестің, экономиканың ережелері өзгереді деген сөз. Осы тұрғыдан Қазақстан үшін де бұл сабақ болу керек, менің көзқарасымша. Өйткені біз әлде де болса жүрміз, ғаламданамыз, біз ашық экономикамыз деп. Сөйтіп Ресейге де өзіміздің нарығымызды толық ашып қойып отырмыз мысалы. Сондықтан да бұл жерде бірігейік деген, интеграция деген ұғымнан қазір кетіп жатырмыз. Қазір өзіміздің де ұлттық экономикалық қауіпсіздіктерді бірінші кезекке қойып ойлану керекпіз. Біз қандай жерде, мейлі бір одақта болайық, қандай өнімді біз қорғауымыз керек, қандай отандық өндірісімізді қолға алуымыз керекпіз, оның арнайы реестр жасалыну керек. Индустрия министрлігі бізде әлі күнге дейін ондай реестрді бермей отыр. Яғни қандай салаға біз басымдық беру керекпіз, қандай салаларды қорғау керекпіз деген сияқты. Қытаймен де соңғы жылдарда біз экономикалық ынтымақтастық күшейттік, экономикамызды толық ашып беріп қойдық, бірақ та нені қорғау керекпіз, қандай салаға басымдық беру керекпіз? Қытайда өндірмей жатқан қандай да бізде бір өндіріс бар, немесе аралық өнімді өндіріп отырмыз, Қытайдың өзіне сататын. Осы дүниелердің бәрі әлі күнге дейін анықталмағаны өкінішті. Сондықтан да осы мәселелерге біз көңіл бөлу керекпіз. Отандық өндірісті белгілі дәрежеде күшейтетін болсақ, бұл теңгеміздің де тұрақты болуының кепілі болады. Мен өз басым ол жерден бір жағымды эффект көріп тұрған жоқпын. Тіпті соғыс аяқталған күннің өзінде де Ресейге салынған санкциялар өте көп. Оннан асып кететін санкциялардың бәрін қайтарғанша, әрбір санкцияны қайтаруға кемі 3 ай мен 6 айдың арасында уақыт кетеді. Демек, Ресей оқшауланған үстіне әлі оқшауланып қалды деп айтуға негіз бар. Ол жақын арада бір жақсарып кете салады деп айту қиын жағдай. Оның үстіне жаңағы экономикасын соңғы уақыттарда өсіп отырған сияқты көріп отырмыз, бірақ ол өсім негізінен сол қару-жарақты шығаруға, сондай өндірісті шығаруға жұмылдырылып отыр. Яғни ол поляда жұмыс жасайтын
комбайнды шығарудың орнына соғысқа танк шығарып отыр дейді. Ол танкілердің бәрі дрондар жарылып жатса, демек ол ұзақ мерзімде Ресей экономикасына үлкен шығын, былай айтқанда. Міне ол жерден біз бір сондай бір геосаяси жағдайдан бір керемет өзгеріс бола қояды деп айту қиын Қазақстан экономикасы үшін. Осы болған жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін негізінде әлдеқайда тиімді жасауға болады дейді менің көзқарасымша. Бірақ та ондай керемет тиімді жағдай болды деп айту қиын. Тиісінше, бірақ Ресей капиталының Қазақстанда көбейгенін көріп отырмыз. Көптеген Ресейдің компаниялары Қазақстанда локализацияланып, өйткені Ресейді жақсы көрмейді әлемде, Қазақстанға қоныс аударып, осы жақта тіркеліп, осы жерден жаңағы өздерінің бизнестерін жүргізе бастаған жағдайлар көп. Сонда былай қараған кезде Ресейден бізге қарай инвестиция көбейген болып көрінеді. Бірақ та бәрібір де ол Ресей капиталы, былай қарасақ. Ол жерде нақты көру керек, қаншалықты ол инвестиция бізге пайдалы болды, қанша жұмыс орындары ашылып жатыр, қаншалықты біздің өңірлік жалпы ішкі өнімнің көтерілуіне ықпал етіп жатыр, қай өңірге келсе де. Осы мәселелер өте маңызды деп ойлаймын.